Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен ең дәмді әрі оңай жасалатын бал тортын, яғни медовый торт жасаймыз. Ол үшін бізге отқа бал және сармайды алып еріту қажет. Еріп жатқан кезінде ас содасын алып қосамыз. Соданы салып жатқан уақытында абайлаңыздар. Өйткені көлемі үлкейіп және көпірше бастайды. Сондықтан да ыдысыңызды кеңірек алуды кеңес етемін. Одан соң жұмыртқаға қалауымызша бір қасық ванилин қосамыз. Одан соң қант қосып, оны жақсылап араластырамыз. Яғни миксермен араластырамыз. Араластыру кезінде жұмыртқамыз жақсылап көлемі бойынша өсу керек және де әдемі болып көпіршу керек. Содан кейін осыған баяғы майымызбен балды еріткен қоспамызды құямыз. ұн илегіштен өткен ұнымызды қосамыз. Достар, ұныңыз жақсылап үнеліктен өтуі қажет. Содан біздің қоржықтарымыз өте пышный және өте жұмсақ болып шығады. Тағы да осы қоспаны миксермен жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың түсін байқадыңыз ба? Достар, бұл балымыздың сапасына да байланысты. Сондықтан да сапалы бал алуға тырысыңыздар. Дайын болған қамырды пештің табағына құямыз. Достар, менің пешім кішкентай болғандықтан табағым да кішкентай. Сондықтан да қамырды екі бөлікке бөліп құйдым. Ал егерде сіздің пешіңіз кәдімгідей үлкен пеш болса, барлығын құйып жіберсеңіздер болады. Піскен қождарыңызды екіге бөліп аласыздар. Ал содан кейін ол екіге бөлінген қождар қалың болғандықтан оны көлденеңнен тағы да екіге бөлесіздер. Сонымен сіздерде 4 қож пайда болады. Ал енді кремімізге кірісеміз. 33% сливкиді алып, оған сахарный пудраны қосамыз. Содан кейін миксермен жақсылап араластырамыз. Миксермен араласқан креміміз өте қою және көлемі де үлкею қажет. Содан кейін оған қою қаймағымызды қосып, жақсылап тағы да бір араластырамыз. Содан кейін қоржықтарымыз ылғалды және нәзік болуы үшін біз пропитка жасаймыз. Яғни ол су және қант. Қантымыз ерігенше қайнатамыз. Пропитканы салқындатып, оны қоржықтарымызға сеуіп шығамыз.
Ал енді салқындаған қожықтарымызбен кремімізден торт құрастырамыз. Креміміз жеткілікті болғандықтан 1 сантиметрдей қалыңдықта кремді жағып шығамыз. Бастапқыда қожықтарым піскен кезде олардың шеттері түзу болу үшін мен кесіп алғам. Сол кесінділерді біз осылай бөлшектеп, оның үстіне соңында себуге дайындаймыз. Мен блендерге салып, ол бөлшектерді ұсақтадым. Мінеке осындай үлкен торт дайын болды. Үлкендігі соншалықты тіпті тарелкеме де сыймай қалды. Құрметті көрермен, егер де рецепт ұнап жатса, каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.